Міне қыздар, біздің голубцамыз дайын болды. Міне ішін бір разрезе көрсетейін. Керемет сочный болып, ішінің бәрі үлкенінен біреуін, кішкентайынан біреуін әдейі көрсетіп жатырмын сіздерге. Мінекей тамаша дәмді, сондай сочный подливы, ерекше дәмді. Ал қыздар, сіздер мен біздерге ас болсын. Осы менің рецептім бойынша жазылып, каналға тіркеліп, лайк басып қоюларыңызды сұранамын. Пока-пока. Капустаның ортасындағы мынандай қатты бөлігін кесіп алып тастап, сол алынған жерін төмен қаратып, суда 5-7 минут салып алдым да. Осылай әр орам жапырақтың әр жапырағын бөлек-бөлек тағы да бір 2-3 минутқа салып аламын. Жұмсақтау болады сонда. Қызып тұрған майға пиязды қосып, сәл қызарғанша қуырамын. Майды өзіңіздің қалауыңызша саласыз. Өзіңіздің фаршыңыздың қаншалықты майлы болғанына байланысты мөлшермен майлы қылып ішкіңіз келсе көптеу қылып, майсыздау диетический қылам десеңіз аздау қылып салып, пиязыңызды қуырып аласыз. Міне менің пиязым алтын сары түске енгенше қуырылды. Оны екіге бөліп қойдым. Мына бөлігін үстіне сәбіз, томат, он кішкене салам қойылған үшін сол подливіне, ал мынаны мен фаршқа қосамын. Осылай екіге бөліп қойдым. Мына бөлігіне қарағанда аздау. Мына жағын көптеу қыламыз, бізге подлив дәмді болу керек. Менде бұлай күріш 20 минут ыстық суда бұқтырылып тұрды. Осы күрішке мен қазір қуырылған пияздың бір бөлігін салатын боламын. Одан кейін үстіне фарш саламын. Ал мынау күштен өтілген сәбізбен майдалап тұралған помидор, қызанақ, ол бізге подливке кетеді. Мына қалған қуырылып жатқан пиязға сәбізімізді қосып қуырамыз. Міне қыздар, менің осылай сәбізім мен пиязым майға қуырылып жатыр. 1 минут болды қуырылғанына. Байқасаңыздар, қатты майсыз емес, себебі менің фаршым майлы болып шықты. Сондықтан онша майсыз қылып қуырдым, мен аз май салдым да. Ал фаршым міне былай дайын, сулы. Міне байқасаңыздар, солқылдақ болады, себебі күріш жақсы пісу керек. Ішінде қуырылған пияздарым жүр. Біреулер шекілдей салады пиязды. Мен осылай поджаристый дәмі шығып тұрады ішінен фарштың. Сондықтан мен қуырып саламын фаршты, пиязды. Енді міне осы қуырып жатқанға мен томатым болмай қалды. Сондықтан помидор салдым. Әдемі сулы піскен томат. Міне қыздар, помидордың ішіне су шығып, қуырылып жатыр. Қант қостым. Дәміне қарай тұз и су. Суды өзіңіздің қалауыңызға қарай сұйық қылып ішем десеңіз көптеу, ал жаңағы екінші тамақ сияқты қылып, қоюлау қылып ішем десеңіз аздау құясыз. Мен қазір қайнап шыққасын қараймын тағы да консистенциясына, сөйтіп кішкене тағы да су құю мүмкін. Одан кейін кішкене ұн салып жіберем, сәл қоюлау болып кішкене түр беріп тұрады. Приправа, дәмдеуіштер қосам десеңіз өзіңіз білесіз. Біреулер сметана қосады. Біз сметананы дайын болған кезде бетіне қосамыз. Подливке сметана қоспаймын мен.